Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын блиннидің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен маған тіркеліп және лайк басып видеоның соңына дейін қарап қойсаңыздар болады. Және де достар, блинниді пісіріп болғаннан кейін ортасына мен, яғни пампушка майынан кішкене жақтым. Осылай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Жиегі вообще қытырламайды. Дәмі енді супер, жасап көріңіздер. Және де яғни беті жақсы піскенімен астыңғы екінші қапталы тез күйіп кетпес үшін қарап тұрасыздар. Осылай әп-әдемі етіп пісіріп алсаңыздар болады. Ол үшін маған алдымен 3 жұмыртқа қажет болды. Және осы стаканмен ұн және осы 1 кесе ғана қант қостым. Осы стаканның көлемінде болатындай сүтті жылытып алатын. Яғни көп қылмайсыздар, бұл жерде мен просто үлкен ыдысымен әкеп қойғам. Яғни 1 стакан ұнға, яғни 1 стакан толмайтындай етіп сүтті қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни ұннан кішкене қосып араластырамыз, сонан соң сүттен кішкене қосып араластырамыз. Сөйтіп жай жақсылап араластырып аламыз. Және де достар, кішкене шым тұздан қостым. Және де кішкене күнбағыс майынан 1 үлкен қасық болатындай етіп кішкене ғана қосасыздар. Жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, дәл осындай сұйықтықты пісіретін боламыз. Яғни алдын ала табамызды қыздырып аламыз. Және ол табамызға шемешке майдан 1 кекетіп кішкене ғана жағып алатын боламыз. Осылай блинниларды құйып, жақсылап пісіретін боламыз. Яғни бірінші бетіне қарағанда астыңғы жағы тез пісетіндіктен қатты күйіп кетпеуін қарап тұрасыздар. Және достар, егер сіздерге ұнап жататын болса, маған лайк басып тіркеліп қойыңыздар деп айтқым келеді. Және де мінекей өте дәмді шығады. Және де өте жұқа. Осылай жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.